Райымбек батырдың атын шығарған Ойран-төбе шайқасы туралы не білеміз? Алматыдан шығысқа қарай Құлжа тас жолы деп аталатын мемлекеттік маңызға ие жол созылып жатыр. Осы жолдың бойында Көкпек атанған мекеннен өткеннен кейін Торайғыр мен Сөгеті, Бұғыты тауларының ортасындағы жазықта екі төбешік бар. Тау етегі болған соң ары-бері өткен адам үшін олардың еш ерекшелігі жоқ көрінуі мүмкін, бірақ екі төбешіктің сыры жергілікті халықтың жадында жақсы сақталған. Бұл жерді ел Ойран-төбе деп атап кеткелі біраз уақыт өтті. Ол атау бекерден бекер қойылмаса керек. Мұнда сонау бір заманда Райымбек батыр бастаған қол жоңғарларға қарсы соғысып жеңіске жеткен деседі. Бұл туралы Жолдасбай Тұрлыбайұлының Райымбек батыр романында былай деп баяндалады. Кітапта Ойран-төбедегі шайқас Қалдан Сереннің орнына отырған Сыван Доржыға тақталаса Лама Доржыны қастандық жасаған кезінде, яғни шамамен 1749 жылы болғаны айтылады. Бұл Жетісудағы билігі қолдан тайып бара жатқанын сезген жоңғарлардың шығысқа шегіне бастаған, ал қазақ жасақтарының күшейіп, жерімізді жаудан толығымен азат етеміз деп оқталған уақыт болатын. Шайқас болмас бұрын жазыққа кіретін жолға су көздеріне күзет қойып, өздері суы мол, шөбі шүйгін Бұғыты тауына бекініп алған жоңғарлар қалың күш жинап, батыстан келе жатқан қазақтарды күтіп алуға сақадай сай еді. Олар алғашқы жоспар бойынша қазақ әскерін Көкпек жазығына кіретін сайда күтіп алып қырмақ болады. Алайда қазақтар айласын асырып, ол сайды айналып өтеді де жазыққа лап қояды. Ендігі жоспар қазақтарды суы жоқ Торайғыр тауының теріскейіне қамау болады. Сөйтіп, ұрыстың алғашқы күні де басталады. Жолдасбай Тұрлыбайұлының жазғанына сүйенсек, жоңғар әскері Сары Манжа, Ноян басқарған, ал қазақтар қолбасшысы Райымбек батыр болған. Кітапта алғашқы ұрыс сәті былай сипатталады. Түске жетпей ұрыста басталып кетті. Бұққан қоянның жонарқасы көрінетін Көкпектінің тақыр даласында қазақ пен қалмақ қолы мидай араласты. Бір-бірімен қатты шайқасқаны сонша ап дегеннен шап берісіп, бірден шеңгелдесті де қалды. Жекпе-жек сайыста жайында қалды. Бірін-бірі сағынысып көріскендей құшақтары жазылар емес. Қазақ жігіттері ендігі ұрысты ең соңына дейін тоқтатпай жүргіземіз деген сертінде тұрды. Ал жоңғарлар шеріктері де осы арадан шегінбейміз де, көкчендерді де көшірмейміз деп серттескендей сілкілестері сұрапыл. Алғашқы айқастан кейін қазақтар жоңғарлардың жоспарына сәйкес Торайғыр тауына шегінеді. Алайда ол жерде қол бастаған Райымбек батыр көк ойнағының арқасында тау арасынан су көзін тауып, қалың әскерді шөлден аман алып қалады. Бұл оқиға ел арасында қазіргі күнге дейін аңыз болып сақталған. Тіпті Торайғыр тауының шығысында Аласа асуына жақын тұста Райымбек бастауы деп аталатын бұлақ әлі де ағып тұр. Роман бойынша бұл оқиғадан кейін қазақ әскерінің бойына жаңа күш бітіп, бір ай шайқастан кейін Сары Манжа мен Райымбек жекпе-жекке шығып, Ноян жеңіліп, жоңғарлар шығысқа шегінеді. Бұл сәт романда жоңғарлықтар соңғы шайқаста өлген адамдарын 10 күн бойы тау төбетіп үйген мәйіттер үстіне тастап, тас топырақпен бетін жасыруға да шамалары келмей зытты. Ендігі қазақ қалмақ өлігін Райымбек сарбаздары жинап, төбеге үйіп, көміп тастады. Ай бойы ойран топыр ұрыс, адам қаны судай аққан, сұмдық сұрапыл соғыс болған төбені ұрыс тоқтаған сол күннен бастап Ойран-төбе деп атандырды деп көрсетілген. Байқағанымыздай, Жолдасбай Тұрлыбайұлының романындағы Ойран-төбе оқиғасын баяндалуы ел аузынан қалған аңызбен дәлме-дәл келеді. Олардың басты айырмашылығы көркемдік жағы ғана. Ақпарат Массагет порталынан алынды. Оқыған Ғалбият Нұрзат.